Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы театр және кино актері Мақсат Сәбитов. Мақсат Сәбитов, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері, киножұлдыз. Қайырлы таң, Мақсат, біздің студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, сіздерге де қуаныштымын келгеніме. Қазіргі таңда актер көп, бірақ солардың барлығы театрда, телевизия немесе кино саласында өз орнын тауып жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ өзіңіздің жолыңыз болған актер секілдісіз. Енді шынымен дұрыс айтасыз, актер көп қазір. Өзіңіз айтқан енді кино, телевидение саласы деген қазір енді бұрынғыдай емес, Құдайға шүкір, сериалдар, қазақтың сериалдары көптеп түсіріп жатыр ғой енді. Иә, сол сериалдардың біразына түскеніміз бар. Бәрекелді, енді өзіміз көріп жүргендей, көрермендердің көруі бойынша көбінесе салмақты рөлдер бұйырады саған. Дұрыс па? Өмірде қандайсың жалпы? Өмірдегі мақсат қандай? Салмақты рөлдер бұйыратыны шын, және жағымсыз рөлдер көп бұйырады маған. Иә, сол жағымсыз рөлдер үшін талай бір жиындарда үлкен апаларымыздан сөз естігеніміз бар. Нең бар ананың баласында деген. Ал енді әзіл жағына театрда комедиялық спектакльдардың көбісінде ойнаймын. Алдыма жан салмаймын деп айта аласыз ғой. Иә, әзіл жағына алдыма жан салмаймын. Өйткені комедиялық жанрда екінің бірі ойнай бермейді. Қалай айтушы еді, комедиялық рөлді алып шыққан актер, ол трагедияны да, драманы да алып шығады деп. Солай емес пе? Өте қиын жанр. Кинода айтулы рөлдерді ойнап жүрсің. Жалпы біз енді кинода енді бастап келе жатқан жанбыз. Сіз сериалдарда түскен адамсыз. Айтыңызшы, мынау театр мен киноның арасында актерлік шеберлікті көрсету жағынан айырмашылық бар ма? Иә, айырмашылық бар. Енді мен осы үлкен керемет актермін немесе болдым, толдым деп айта алмаймын, бірақ осы бір 5-6 жылдың ішінде сол театр мен киноның арасында өзімнің бір түйген ойым бар. Театрда 2 сағат бойы бір сезімді немесе сол жердегі жағдаятты 2 сағат бойы алып жүруіңіз керек, иә? Бір темпте немесе оның бәсеңдейтін жері бар, жоғары шыңға кететін жерлері бар. Кульминациялық сәттер. Соның барлығын ойнатасыз. Ал кинода кадрымен бүкіл күшіңді, жігеріңді жинап, бір рет сол бір кадрға бір дубльға ілігіп кетсең, ол сол кинодағы ұтқаның болады. Ал енді бізде айырмашылық туралы айтатын болсақ, қазіргі қазақ театрлары сол айтып жатады ғой. 70-80 жылдардағы сол сарынмен қалған деп. Қазір енді жас режиссерлар келіп, оны өздерінше бұзып, басқа спектакльдар қойып, шетелдің драматургтердің спектакльдерін қойып, сөйтіп өздерін жаңашаландыруда. Ал бірақ сол театрдағы ойын киноға да кетіп қалып жатыр. Менің түйген ойым сол кинода, қазақ киносында біздің бір ойнау қалпы дейміз ба, үлгісі дейміз ба, әлі дұрыс қалыптаспаған сияқты. Мен бұнымен келіспеймін, Мақсат. Меніңше біздің үлкен аға актерларымыз ол кезде сериалдар түсірілген жоқ. Жалпы қазақ фильм киностудиясында түсірілген үлкен дүниелерде сол мейлі Қыз жібек болсын, сол Атаманның ақыры болсын, ол жерде Асанәлі ағаларымыз театрландырылған немен ойнады деп айту әбестік секілді. Жоқ, ол Асанәлі ағаларымызға ешқандай бізден жаман пікір, теріс пікір жоқ. Қазіргі бізді айтып жатырмын. Біздің толқын осы сериал түсіріліп бастады ғой осы. Ол кезде сериал болған жоқ. Қазір сериал түсіріліп басталды ғой. Осы толқын біздер сол театрландырылған ойын мен киноның ойын екеуінің ара-жігін ажырата алмай жатыр. Екеуі бір-бірімен ұласып жатыр деп, бір-біріне ұқсас болып жатыр деймін. Иә, мына жақтан да ала алмай, бір өзінің кілтін, синтез жасау дейсіз ғой. Бәрекелді. Қымбат апай, Мақсат, осы жерден сұхбатымызды сәл доғара тұрайық, өйткені дайын бейне сюжетіміз бар. Хабар арнасы қосылулы болсын. Қайырлы таң, ағайын. Бүгінгі студиямыздың қонағы киноактер, театр актері Мақсат Сәбитов. Әңгімені жалғастырсақ, өзіңе көңілің толмайтын кездер бола ма? Болады, өте көп болады. Енді бұл шығармашылық тұрғыдан ғой. Әрине. Театрдағы рөлдерді сомдаған кезде
Мысал үшін бір айда біз ойнайтын спектакльдар 1-2 рет қойылса, бірінде керемет шығады образың, ал бірінде актердің көңіл күйіне байланысты бола ма, жоқ әлде көрерменнің ықыласына байланысты бола ма, көңіл толмайтын кездер көп болады. Тіпті жаңағы кинода да дубльдердің арасында көңілің толмай, тіпті сол көңіл толмаған дубльмен кетіп қалады. Енді өнер жолы ауыр жол дейді. Осы тұрғыда сіздің жұбайыңыз сізді қалай қолдап, жалпы сізді түсіне ме? Сіздің гастроліңіз бар, съемкаңыз бар. Ол да өнер адамы шығар, біз білмейміз ғой. Жоқ, өнер адам емес. Бұл жерден енді мен былайша айтқанда жолым болған. Жолым болды. Иә, өйткені өнер адам емес, біріншіден өзімде сол өнер адам емес адамды іздегем негізі, жарым ретінде. Неге? Ал егер өнер адамына ғашық болып қалсаң, ол жүрекке не дер едің, қандай әмір берер едің? Сахнада ғашық болған мен өмірде ғашық болмадым десеңші. Иә, жарымның мамандығы бухгалтер экономист. Өте жақсы. Съемканың ақшасын санайтын адам бар. Иә. Ал енді өнер жағын түсінбейді деуге келетін болсақ, жарымның әкесі сол театрда менімен бірге жұмыс істейді. Демек қайнатаңда актер ғой. Үйде 2 актер. Үйде 2 актер жетеді сол үйде. Кім қайнатаңыз сонда? Сүндет Бектауов. Ойпырмай, Сүндет менің көршім. Жақсы. Бәрекелді Мақсат. Ал енді елдің алдында жүрген адамдарымыз актерлық, жалпы осы түр сипатыңызды, осы сымбатыңызды сақтауда бір өзіңіздің құпияңыз бар ма? Актер болғаннан кейін денені, өзіңнің сән сымбатыңды барлығын қадағалап жүрген жөн. Сол үшін біз спортпен көбірек айналысамыз. Театрдың өзі спорт қой, таңертең биге келесің, одан кейін вокал, дауысыңды жөндейсің. Күнде сонымен айналысасыздар. Одан кейін дайындық. Күнде, иә. Ғабит Мүсірепов атындағы театрдың актерсыз. Сіздердің мерейлі тойларыңыз 70 жылдықтарыңыз. 70-ші маусым. Осы арада сіздерден қандай жаңалық күтеміз? Жалпы театрларыңыздан, өз тарапыңыздан, театрыңыз деген бір сый-сияпатыңыз бар ма? Не дайындап жатсыздар? Қандай жаңалық бар жалпы? Иә, биылғы 70-ші жылғы маусымымыз осы қазан айының 14-інде ашылды. Райымбек қойылымымен. Ары қарай осы жыл бойына әрбір айда белгілі бір мерекелік шаралар өтіп отырады 70 жылдық маусымға байланысты. Оның барлығы әлі жоспарлануда. Бәрекелді Мақсат, болымды әңгімеге рахмет, алтын уақытыңды бөліп студиямызға келгеніңе. Ал енді біздің қонағымыздан сұрайтын тек қана бір тілегіміз бар. Ол біздің тұрақты көрермендерге деген бір лебізің болса. Сіздерге осы жаңа күн бағдарламасына, ұжымға бақыт тілеймін. Ал бақыт деген әркімнің түсінігінде әрқалай. Менің түсінігімде бақыт деген бүгінгі күнімізді аман есен өткізіп, ертеңгі жаңа күнде аман есен ұйқыдан оянуымыздың өзі бақыт деп ойлаймын. Сондықтан да жаңа күндеріңізде жаңа жағымды жаңалықтар мен жаңа табыстар болсын, құштарлы құлшылыққа толы болсын. Бәрекелді Мақсат, рахмет айтқан тілегіңізге. Біздің студиямыздың қонағы Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының артисі Мақсат Сәбитов.